Алғашқы тәртіптес мемлекеттік кірістер басқармасының үш бірдей қызметкеріне қатысты болды. Оларға мемлекеттік қызметкер этикасын сақтамай салық жөніндегі құпияны ашты деген айып тағылып отыр. Установлено, что 16 июня 2017 года 2017 жылдың 16 маусымында мемлекеттік кірістер басқармасына адвокат Елеукеннен өтініш келіп түсіпті. Ол Мазук пен Дацко есімді жеке тұлғалардың мемлекеттік баж салығы төлемдері бойынша ақпаратты сұраған. Нәтижесінде бас маман Садирова барлық ақпаратты жинап берген. Оған мемлекеттік кірістер басқармасының бұрынғы басшысы Адиева мен оның орынбасары Қабдөшев қол қойып отыр. Ақпаратты басқа біреуге берерде заң ескерілмеген. Яғни біреудің салық төлемдері жөніндегі ақпаратты беру салық жөніндегі құпия болып табылады. Осылайша заңды тұлғаның құпиясын рұқсатсыз ашқан үшін мемлекеттік қызметкерлер айыпты болып отыр. Дегенмен айып тағылған мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлері бұнымен келіспей отыр. Сөздерінше салықтың бұл түрі жайындағы ақпаратты ашу құпия болып табылмайды. Если человек сдал декларацию, и мы какую-то тайну оттуда, его доходы, личное имущество. Егерде тұлға декларация тапсырып, біз оның табысы жайындағы ақпаратты ашатын болсақ, онда әрине заңды бұзғанымыз болып табылады. Ал мемлекеттік баж жайындағы ақпарат құпия емес. Адвокат Елеукен мен заңды тұлға Дацконың арасында сот болған. Елеукен сот процесіндегі барлық материалдарды оқи отырып, оның қанша төлегенін өзі де көре алады. Сондықтан бұл ешқандай құпия емес. Нәтижесінде мемлекеттік кірістер басқармасына қатысты тәртіптік кеңес оң шешім қабылдады. Бұдан соң Мағжан Жұмабаев ауданының әкімі Асқар Бегманов мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы және қызметтік этика нормаларының бұзылуын алдын алу бойынша жасалып жатқан жұмыстарға тоқталды. Сөзінше мемлекеттік қызметкерлермен үнемі профилактикалық жұмыстар жүргізіліп отырады. Дегенмен аудан басшылығының жасап отырған жұмысы нәтижелі емес дейді департамент басшысы Елена Степаненко. Увеличение все-таки процентного содержания электронных государственных услуг в общем объеме оказанных услуг, потому как показывает анализ, во втором квартале текущего года у вас в этом вопросе это точное снижение. Мы знаем, что минимизация коррупционных рисков – это как раз таки увеличение процентного соотношения электронных государственных услуг к бумажным. Ну вот как раз по итогам полугодия Бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша бұл сұрақтарды көретін боламыз. Енді әр бөлімнің басшыларының есебін тыңдайтын боламыз, нәтижесін береді деген үміттемін. Сондай-ақ жиын барысында облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің жарты жылдық есебі тыңдалды. Жалпы этика жөніндегі кеңестің кезекті отырысында 12 сұрақ қаралды. Гүлімжан Қайырбекова, Әсем Айтолла, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.